Сарыарқа телеарнасы мен Саржайлау кинотеатры бірлесе жүзеге асырып жатқан тәуелсіз елдің ұрпағы жобасы аясындағы бейнематериалдарымызды жалғастырамыз. Бұл бейнематериалдың кейіпкері Владимир Алискеров, ол Саран қаласындағы кәсіпорынның директоры. Жас болса да бас болып жүрген азамат жөнінде тілшіміз айтып берсін. Владимир Алискеровтың жасы 31-де, ол Саран қаласында баспахана ашыпты. Бұл оның алғашқы жеке кәсібі. Бас кезінде кадр жағы қиындық туғызған. Білікті мамандар жетіспей, жұмысы тұралап қалыпты. Уақыт өте қажетті мамандарды даярлайтын оқыту орталығында ұйымдастырған. Бүгінгі таңда өндірістік қуатымыз 500 түрлі өнімді құрайды. Бұл полиграфиялық бұйымдардың 300-ге жуық түрі, жеке қорғаныс құралдарының 150-ге жуық түрі, қалғаны жиһаз. Сондай-ақ біз антисептик медициналық маскалар шығарамыз. Тәулігіне 200 мыңын жасаймыз. Өйткені Қарағандыда қажеттілік үлкен болды. Владимир Алискеров көбіне ірі компаниялармен бірлесе жұмыс істейді. Кәсіпорынның өз логистикасы бірізге түскен. Бұндағы жүк көліктері Қазақстанның кез келген жеріне тауар жеткізе алады. В наше время главное не потерять. Қазіргі уақытта ең бастысы санды қуып, сапаны жоғалтпау. Бұл ең үлкен мәселе. Бүгінгі таңда біз сала мамандары жетіспейтін кезеңге аяқ бастық. Салалар жеткілікті және қаржыландырудың арқасында даму тоқтап қалмайды. Владимир Алискеровтың пікірінше, қазіргі жас буын өкілдері жеңіл табыс табудың жолын іздейді. Ешкім тер төккісі келмейді дейді. Сол себепті де мамандар тапшылығы сезілетінін айтты. Ерік Нарын, Еркебұлан Бекхожин, Зарина Зулпхар, Сарыарқа телеарнасы.